Барлықтарыңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай өте дәмді десерт в стакане жасайтын боламыз. Өте нәзік, күшті болып шығады. Алдымен ыдысқа жұмыртқаларымызды жарып аламыз. Үстінен қант салып, екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Айранымызды құямыз, сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды және разрыхителді салып, жақсылап біркелкі масса шыққанға дейін араластырып аласыздар. Сосын осылай құйып 4 бұрышты тапаға пісіріп аламыз. 180 градуста пісіресіздер. Сосын кремін жасауға кірісеміз. Крем үшін бір жұмыртқаға қант, сосын ұн немесе крахмалды салып араластырып аламыз. Крем қоюланған соң суытуға басқа ыдысқа ауыстырамыз. Крем-чиз болса, крем-чиз қосып көрсеңіздер ерекше болады. Екеуін жақсылап араластырып аласыздар. Сосын жинауға кірсеміз, жаңағы тестаны піскен пирогты үгітеміз. Сөйтіп үстінен кремді құямыз да, қайтадан тағы да үгітілген жаңағы бисквиттен саламыз. Үстінен қайтадан кремді құйып, өз қалауларыңызды сәндеп жібересіздер. Холодильникте көп уақыт тұрған сайын өте дәмді, нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап